Ассалаумағалейкум баршаға. Бүгін Git технологиясын үйренеміз. Оны редакторге жалғау, GitHubқа бірінші репозиториялар істейміз. Git дегеніміз өзі версияны басқару бойынша технология. Мысалы бір проект істеу керек болса, 3-4 программист істейді ғой бір проектті. Масштабный болса. Соны бір-бірімізге мешет бермеу үшін, һәм эффективный болу үшін қолданады. Аз бұны практикада көреміз. Осы сайтқа кірсеңіз болады. Git скачать ету үшін сумаға кіресіз. Менде Linux уже установка істеп қойыппын. Редакторда мен VS Code'ты қолданамын. Осы сайтқа кіріп оны скачать ете бассаңыз болады. Кірсек открыть папку дейміз. Открыть папку рабочий стол, Git курс открыть. Осы папканы ашамыз. Негізі VS Code ондай ауыр программа емес. Бірақ біздің ноутбук слабый, соның үшін тек қатын қарап жатыр. Сосын енді терминал ашсақ, создать терминал. Так, ашсын. Ашты. Енді бірінші тексеретін затымыз git version деген команданы кіртеміз. Осында сообщение шықса, значит біз успешно установка кеткен екенбіз. Clear деймін. Консультация болатын, просто Windows CLS болады. Мысалы, сумаға кірсек, мысалы бір папка создадық, index.html ашты. Сниппет қолдансақ, базовый сниппет бұл. Енді осы проектіміз аштық, мысалға. Енді осы проектте біздер Git'ті қолданамыз деп білдіру үшін, старт беру үшін git init деген команданы кіртеміз. Сообщение шықты. Значокларын өзге де көрсеңіз болады. Енді кейінгі зат git status. Бұл команда именно осы папканың текущий состояниесін білдіретін зат. Git status. Статусын белгілі болады. Index.html деген файл бар деп жатыр бізде, бірақ ол елі қосылмаған деп жатыр. Именно Git'қа қосуымыз керек те, елі оны. Соған git add деген команданы қолдансаңыз болады деп жатыр. Git add index.html десек, мен қайтадан clear оламын. Clear git status деп қайтадан жаңағы статусын тексеріп көреміз. Енді танып жатыр біздер index.html новый файл деп. Бұл команды қайтадан артық қайтарсаңыз болады деп жатыр, удалить ету деп жатыр. Онда осыны істеп көрсеңіз болады. Кейінгі айтатын затымыз, бұны енді әрбір команда қосылғаннан кейін, әрбір таза изменение кірткеннен кейін біз обязательно оны комментировать етуіміз керек. Мысалы, бізде коммент жоқ деп отыр ғой мында. Соны комментировать етуіміз шарт. Git commit -m деген message деген білдіреді. Мысалы, added index файл бассақ, git статус қайтадан барсақ, текущая ветка мастер деп жатыр. Бұл отыралы кейінлеу сөйлесеміз. Хәмізет нормально деп жатыр. Мысалы, значокларым өтті. Ничего коммитить, нет изменений в рабочем каталоге. Сондай. Ветка туралы сөйлесек. Git branch деген команда бар. Бұл именно веткілерді көрсетеді. Бұл ветка дегенімізді әзір мысалға создать етсек, ветка дегеніміз бір направление десеген болады. Шақалардың веткілері болады ғой, әр жаққа шашылып кеткен. Сондай зат деп түсінсеңіз болады. Таза ветка создать ету үшін git branch деп ұсымаған бір веткінің атын жазасыз. Git branch мысалы тест деп жазаппын мен. Git branch деп көрсеңіз болады. Мастер деген ветка демем. Бірақ тест деген ветке бар деп жатыр біздерге. Енді осы веткеге өту үшін, тест деген веткеге өту үшін checkout деген командамыз бар. Енді кейін веткінің атын жазамыз, қайсы веткеге өте жақпыз. Git checkout test. Тест деген веткеге өттік деп жатыр, сообщение жатыр. Енді ұсыманда енді веткесі тест деген ветке деміз біз. Сонда енді біздер app.js деген файл қосайық. Қосылды ғой.
Енді соны git статус десек. Git статус. Бұл енді git статус дейміз, именно тест деген веткідегі статус бұл. Мастерда емес біз қазір git деген тесттеміз. app.js деген бар. Мысалы git add. дейміз. Енді обязательно бағана айтқанымдай js файл. add.js файл. Кірді. Енді статусқа барып көрсек. Git статус хамес таза деп жатыр. Енді біз қазір тест деген веткідеміз. Тест деген веткідеміз, көрдіңіз бе? Енді сол мастерға аз қараң. Мастерға қайтсақ, мысалы checkout деп бағанағыдай. Git checkout мастер десек, аз қарап тұрмын app.js дегенге деп қайтсақ, app.js деген файл жоқ деп отыр бізде. Ошибка шығып отыр, толмай айтпан деп отыр. Көрсеңіз болады міне. app.js деген файл жоқ міне. Бұл дегені әрбір программистер бір-біріне какой-то кусокты бөлсе алады, мына жерін істеймін деп, керек емес файлдарды өзінен бірге алып жүрмейді. И еще ол адамның істеп отырған басқа программист адам, екінші программист адамға керек емес изменение кірте алмай алады. Соның үшін ең қолайлы. Бұл алдасушылықтың алдын алады. Yazымызға git branch десек, мастер веткілеміз. Енді керек емес веткілер болуы мүмкін. Соны удалить ету үшін git branch d дейміз. Бұл delete деген қысқарылуы мастер дельпик тест дельтик ветка тест удалена деп жатыр. Енді бір кезде болып қалады, ветка создать етіп, кейін автоматически оған өту керек болады. Мысалы git branch мысалы main деп жазып отыра алмайсыз, соны кейін қайтадан checkout деу керек. Тым көп уақыт алады ол. Соны қысқарту үшін git checkout минус b ham веткінің атын жазасыз. Жаратажақ веткіні main десеңіз, міне переключились на новую ветку main деп жатыр. Ол ветка создать етілді, автоматически сол mainға өткізеді біздер. Еман керек команда бұл. Git checkout минус b атын жазасыз. Енді бұл ветка керек емес біздерге. Git branch delete main дейік. Сөйтіп жасақ, потому что біз удалить алмаймыз. Себебі біз сол веткідеміз. Удалить ету үшін оны басқа веткеге өтуіміз керек. Git checkout мастер деп пен git checkout main деп жазым керек. Қателеспен ол. Git checkout минус delete main clear десек, енді кейінгі үйретін затымыз. Енді осы файлды создать еттік. Googleға барамыз. GitHubқа кіреміз, регистрация өтесіз. GitHubтан осы сайтқа кіресіз. github.com-ға. Қазір мен кірсем, бір main анада шығып қалады. Мен регистрация өтіп қойыппын уже. Енді кейінгі затымыз. Біздер енді таныстыруымыз керек GitHubқа, именно осы Git технологиясын GitHub сайтқа таныстыруымыз керек. Оны таныстыру үшін git config global username десек, ізіне өзіңіздің username жазасыз жағасыз. Мысалы, менікі Жайхун еді ғой, Жайхун деп жазасыз да. Бірақ мен уже жалғап қойыппан. Қазір құр интерді бассам, Жайхун деп шығады, көрдіңіз бе? Email'дан жалғау үшін то же самое қайталайсыз. User email болады, бірақ бұл жерде енді. User email ізін жалғау үшін мысалға любой зат собачка gmail.com мынандай алып жазасыз. Бірақ менде уже email кіртіліпті, интерді баспайман. Интерді бассам email көрініп қалады біздің. Консолда ческен. Осындай қылып жалғайсыз. Енді уже жалғағаннан кейін жалғаған GitHubқа кіресіз, репозиторий деген жерге басасыз. Осы new деген новый, ямасам мынаны бассаңсам болады. New деп басасыз, уже бізде новый репозиторийсі жапсыз. Репозиторий
істей жақпыз. Атын жазамыз, мысалы git курс деп жазамыз. Атын мынаманда описание берсеңіз болады. Жазып, мынаманда типін сайласаңыз болады. Публичный қыласыз ба или закрытый ма? Закрытый қылсаңыз өзіңіз сайлайсыз кімге көрсету керек екенін. Публичный қылсаңыз уже любой адам, страницаңызға кірген адам сіздің репозиторияңыз арқылы көре алады. Create repository деп басамыз. Создать етіліп жатыр біздерді. Кейінгі мысалы біздердің істелген затты істеліп жатыр, мынаманда рекомендация беріп жатыр. Git init, бізде оның инициализация. Бұл туралы отдельно оқып алсаңыз болады. Документациядан комментировать еттік. Осыны көшіріп аламыз. Осы зат керек. Жалғауымыз үшін. Ставить десек. Интерді басасыз, есеті өзгермейді осыманда. Енді қайттан қайтасыз сайтқа. Мында енді біздерде main деп жатыр да. Біздер git branch mainға өзгертіп отыр біздердің мына массерді mainға өзгертіп отыр да. Біздер өзі керек емес. Біздер соның үшін mainді әзір біздер массерға өзгертеміз. Себебі біздердің файлдарымыз массерде жатырды ғой. Ставить дейміз. Массерді кіртеміз. Загрузка болады. Загрузка әме файлдарды оқып, кейін ана сайтымызға лақтырады. Базаға лақтырады. Істеледі. Сайтқа қайтып, қайттан перезапуска береміз. Обновление. Міне index.html деген файлымыз міне. Біздердің бір комментіміз бар деп жатыр мында. Index.html комментқа қайтсаңыз, added index файл. Бағана біздердің индексіміз. Енді қарасаңыз, қайттан бір зат істелейік, қане мысалы мында. Git курс дейік. Саған жедейік. Git статус десек. Так, қателесіп кеттім. Git статус. Изменено. Index.html деген. Мен мынандай значением шығады. M деген изменение болса. Енді сол қайттан қосу үшін git add index.html дейсіз. Қайттан git статус деп көресіз. Уже изменено. Кіртіп жатыр. Енді комментировать етуіміз керек. Push ету үшін title change десек. Бассақ. Уже git push деп басасыз. Мияққа уже аяққа базаға жіберу үшін git push деп бассаңыз, өзі автоматически инициализация істейді. То есть база лақтырады автоматически. Сайтқа айтсаңыз, өзгертсеңіз, обновление берсеңіз, не, title changed. Артқа қайтып index.html-ға барып көре жақ болсаңыз, так, мен артқа қайтып кетіппін. Index.html-ға кіресіз. Көрсем, git курс. Өзі өзгерген. Кейін және Octo3 деген плагиніміз бар. Google-ның плагині. Соны саған етіп жақсы болады. Себебі мысалы қарғайсын деп ішіне кіріп жүрмей, наманда уже как каталогтай болып тұр. Яман қолайлы. Және айтып кететін жерден бір затымыз бар. Git ignore туралы. Мысалы, ол не үшін керек десеңіз, біз библиотекалармен, әртүрлі пакетлермен істесеміз, һәм оны GitHub-қа жайғастыру шарт емес, себебі оны консоль арқылы общий базадан тартып алуға болады. Мысалы, npm install, pip install дегендер болса. Соның үшін өзімізге керек файлдар, мысалы, GitHub-қа жайғастыру керек емес файлдарды, соның үшін кіртсек болады. Git ignore файлын создать ету үшін git ignore деген документ создать етеміз, файл. Значогам көрінді Git-тің. Соның ішінде файлардың атын жазамыз, расширениесімен қосып. Мысалы, something.text форматтап ала осынеш. Мысалы, something деп сохранить етсек. Осыманда git, статус деп кіртсек, біздерде
something text деген бар дейді. Сөйтіп git ignore деген файлдар бар дейді. Енді Усманға біздер something.text деп кіртсек, git статусты қайтадан тексерсек, тікке біздерде git ignore бар міне. Уже something text деген git көрмей жатыр, потому что біз git ignore ішіне салып қойыппыз, ол керек емес деп. Мен енді clear аламын. Git add точка деймін, git commit message арқылы added git ignore. Енді push деймін, git push базаға лақтыратын. Базаға келіп түсті. Енді сайтымызға қайтсақ, Усманға қайтсақ, бізде git ignore деген файл болды, бірақ something деген жоқ. Something деген файл жоқ. Бізде неде бар ғой something деген файл? Сол түспеді ана жаққа. Көрсеңіз болады. Git ignore'ның ішіне кірсек, мен something text ұсынамай кетті. Осыменен сабағым жұмақланды. Мен қазір бұл жерде тек главный керекілі болатын командалармен істестік. Егер бұдан басқа командалар бар, оларды документацияны оқып көрсеңіз болады. Һәммеңізді диққатыңыз үшін рахмет.